Сәлем оқушым, менің есімім History Әлібек, және де Қазақстан тарихынан, дүниежүзі тарихынан ұбт-ға дайындайтын тарихшы ағайын мен боламын. Және біздің Historica деген платформада біз саған тарихты шемішкедей шайнап, тайға таңбасын басатын боламыз. Және осы орайда маған көмектесетін тарихи тұлғалар Шыңғыс хан, Наполеон және басқа да искусственный интеллекттің элементтері. Так, Historica платформасынан Әлібек ағайдың сочный видео сабақтарын көріп отқан кезде, міне мен пока А4-ға конспект дәптерімді жазып отырмын. Көріп отырғаныңыздай, почерк өзіме ұнамайды, қолым ауырып, саусақтарым кәдімгідей нефтем болып тұр. Еще мен андай адамда бәрі мен әдемі болу керек. Мына жерде шымай болып кетті. Осы кезде Әлібек ағайға рахмет. Неге өйткені Әлібек ағайда база бар, міне база бар. База қарап жаттайсың. Еще Әлібек ағайда міне осындай база бар. Еще Әлібек ағайда конспект дәптері бар. Мына конспект дәптерін бос жатқан жерлерді ғана толтырасың, и бұл сенің артық уақытыңды алмайды. Еще андай қараңдаршы, андай әдемі да. Бір қызықтысы, Әлібек ағайдың конспект дәптерінде еще андай карталар бар. Әлібек ағай деген мен екен ғой қазір, сұмдық екен ғой, е-мое. Түркеш қағаны Үшілік өзінің елін 20 әкімшілік аймаққа бөліп басқарған болатын. Түсінікті ғой оқушылар, иә? Құрметті Historica платформасына тіркелуші оқушы, егер де біздің видео сабақтарда сіздер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, түсінбеген тақырыптарыңыз болса, осындай практикалық эфирде ағайларыңыз сіздерге тәштай етіп тақырыптарыңызды түсіндіріп береді. Солай ма? Солай. Солай. Қалайсың, Дәурен? Жақсы. Жақсы. Қаңтар ұбт-ға дайындығың қалай болып жатыр? Жақсы. Күнде бір сағатпен сол бойынша көз жасап, нұсқатуда барып, сіз жүрген алматы нұсқалар күнде жасап жүрмін. Аха. Мен саған сенем, қаңтар ұбт басталды. Бұйырса ДЖТ және Қазақстан тарих пәндерінен жоғары балл алатыныңа мен сендім. Өте рахмет. Құрметті оқушым, егер де саған да осындай поддержка керек болып болмаса, біздің кураторлық системаға сенсең болады. Құрметті оқушым, ұбт курстарының ішінен ең алғашқы болып біз өзімізге платформа жасаған болатынбыз. Нақты айтатын болса, Historica мобильді қосымшасы. Бұл қосымша сіз телефоннан да және де ноутбуктан аша аласыз, яғни осы қосымша арқылы сіздер не істей аласыздар? Historica видео сабақтарын, тесттерін орындай аласыздар. Міне, Historica платформасына кіріңіз, кіргеннен кейін, яғни бұл жерде рекордтар бар, міндетті түрде міне мына жақтан видео сабақтарды көре аласыздар. Міне, Қазақстан тарихы сияқты видео сабақтарды көре аласыздар. Қазақстан тарихы, пожалуйста, Қазақстан тарихына кіресіздер, видео сабақтарды ашасыздар, видео сабақтан кейін міндетті түрде тесттер болады. Және де куратор сіздердің платформа арқылы тесттерді қалай бекітіп жатсыздар, тесттерден қанша алып жатсыздар, барлығын қарай алады. Сондай-ақ құрметті оқушылар, Қазақстан тарихы дүниежүзінде құқық негіздерінен ғана емес, біздің платформада математика, физика, информатика, химия, биология таңдаған оқушыларға арнап тегін сабақтар дайындап қойған болды. Не үшін? Потому что біз Historica платформасы өзіміздің оқушыларымызды тек қана Қазақстан тарихынан емес, басқа да таңдау пәндерінен көп жоғары балғанын қалаймыз. Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы курсын алсаңыздар, сіздерге мат сауаттылық, оқу сауаттылығы және де ағылшынның деңгей көтеру курсы тегін берілетін болады. Не үшін? Тағы айтамын, біз Historica платформасы ақша үшін емес, біз сапалы білім үшін жұмыс істейміз.